сәлем, елдің аузында жүрген K8 биржасына сен регистрация өтіп және тапсырмаларды орындаған үшін саған счетына $60 жібереді екен. Және сен $60 оны өзінің счетына шығарып аласың деген сыбыс және де әңгіме бар YouTube желісінде. Ол рас па әлде өтірік па, осы бейнероликта анықтайтын боламыз. Бұл биржаның атын X деп алайын. Маған жекеме адамдар жазып жатыр, яғни бұл биржадан сен тегін түрде регистрация өткен үшін $1 алуға болады екен. Сол рас па әлде өтірік па, оны шығаруға бола ма деген маған сондай сұрақтар келіп жатыр. Сол сұрақтардың бәріне бір жауап қайтаратын боламын осы бейнеролик арқылы. Әрине, ең бірінші мен не істедім? Бірінші мен отзывтарын оқыдым. Отзывына қарасам, бәрі 5 жұлдыз қойылған және де бәрі жақсы жағынан жазылған екен. Бұл сатып алған отзыв әлде жоқ па? Маған әзірше беймәлім. Мониторинг бойынша енді мен бұны CoinMarketCap'тан көрдім. Спотовый торговляда 1,5 миллиард 24 сағатта жасалған екен. Бұл өзі бір жақсы результат көрсетіліп тұр. Және спотовый торговляның маркетінде барлық активтар бар екен. Яғни топ биржаларда, Binance, Bybit'та бар активтар бұл жерлерде бар. Яғни достар, бұны әлі түсіне алмай жатсаңыздар, мысалы Binance, Bybit биржасы бар ғой. Мынау тура сондай биржа, бірақ та бағана биржалардың бір өзінің айырмашылығы бар. Қандай? Бағана айтып кеткендей $60 тегін түрде ала аласыздар. Бірақ одан бөлек тағы да қазір бір өзінің жеке плюстар бар, оны да қазір айтатын боламын. Ең бірінші плюсын түртетін болсақ, ол самый низкий комиссия фьючерс на альткоин. Негізі фьючерспен сауда жасайтын адамдар біледі, что ол жақта комиссиясы үлкен көп, біраз комиссия ақшаны жеп қояды, а бұл жақта комиссия нулевая. Бұл бірінші плюс. Екінші плюсы, яғни сіз өзіңіздің депозит құятын болсаңыз, бұл жаққа яғни спотовый торговля просто ақшаны құйып қойсаңыздар, мысалы Bybit'ті, Binance'қа құйсаңыздар, ол жақта ешқандай сізге годовой процент берілмейді. Ал бұл жерде бір өзінің ерекшелігі бар. Яғни сізге годовой процент беріледі. Яғни сіздің активіңіз босқа жатпай, сізге жылдық 5% құрайтын дивиденді беріп отыратын болады. Және тағы бір байқағаным, бұл жақта бір жақсы вывод, пополнение жағы тоже бәрі минимально көрсетілген. Мысалы, жіберген ақшаны сіз минимально 0,1 USDT жібере аласыз, немесе құя аласыз бұл жерге. Және де комиссиясы да өте аз. Соны қазір бірге тексеріп көрейік. Қазір мен счетыма 150 USDT бар, бұны мен қазір Binance биржама шығаратын боламын. Өзім адрес кошелегімді қоямын, сет бұл жақта. Так, BNB Smart Chain даже бесплатно дейді, да USDC деген бассам. Достар, даже бұл жақта BNB Smart Chain арқылы именно осы X биржаға емес, именно Binance'ның өзіне шығарған өзінде бұл жақта комиссия нулевая. Бұл керемет нәрсе екен. Мысалы, Binance'та ала кетсек $1 комиссия. Біле кетіңіздер, ол $1, ол 530 теңге. Ал мына жақта вообще ондай комиссия төлемейсің. Жақсы екен. Достар, шығарған $150 сәтті келіп түсті. Яғни тағы да үшінші плюс түртетініміз, бұл жақта перевод жасаған кезде тоже комиссиясы аз және де минимальный ақша жіберген кезде, мысалы 0,1 USDT-ден бастап жібере аласыз, және 0,1 USDT-ден бастап өзіңіз счетыңызға құя аласыз. Бұл жақсы нәрсе. Енді бағанағы бастапқыда айтып кеткен $60 жайлы көрейік. Расымен бұл жақта $60 бізге бере ма, әлде все-таки бір өзінің кемшілігі бар ма? Ең біріншісі, бұл жақта регистрация өтіп, верификация өтсеңіз, сізге $10 береді. Бірақ та маған өкініш көрі бермей қойды, не үшін екен білмеймін. Бірақ та мен верификация бұл жақта сәтті өтіп қойдым. Одан екіншісі, бұл жақта біз өзіміздің почтамыздың, телефон номерімізді тоже верификация, аутентификациясы өту керек, біз сол сәтте бізге бұл жақта $10 береді екен. Бұл жақта торговля фьючерспен обучение өткізетін болсаңыз, начать обучение басып, одан кейін соны көріп, үйренсеңіз, сізге тағы $5 береді екен. Пополнение на споте, яғни счетыңызға ақша құйсаңыз, $5 береді. Спотовая торговля. Завершите спотовую сделку с суммы транзакции более $200. Яғни сіз спотовая торговляда $200 жасаңыз, тағы бір $5 береді. Завершите контрактную сделку суммы транзакции более $2000. Фьючерстің торговлясына $2000 сіз сделка бітірсеңіз, тоже бұл жақта $5 сізге беретін болады. Твиттеріңізді тіркеп, ссылкамен бөліссеңіз, сізге бұл жақта $30 береді екен. Соның арқасында сіз бұл жақта примерно $60-дан жоғары табыс табасыз. Енді сұрақ, $60-ды сіз өзіңіз биржаңызға шеше аласыз ба? Мен бұны анықтап көрдім, сұрайтын адамдарын сұрап көрдім, және де нақты жауабы $60 сіз шеше алмайсыз. Өзіңіз негізі логически ойлансаңыз, сізге $60 жайдан жай ешкім бермейді.
Енді бұл $60 бірақ береді. Бұл жай ғана әшейін көрсетілген сандар ғана емес, шынымен де береді, бірақ оны сіздің торговляңыздың комиссиясына береді. Яғни тағы да басқа торговляда жасаған кезде комиссия сұрап қалған жағдайда осы жақтан сіздің ақшаңыздан шетінен алып отыратын болады. Яғни сондықтан да біріншіден бұл жақта нулевая комиссия болып саналады, бірақ бұл $60 бітірген жағдайдың өзінде де комиссиясы өте төмен, копейканы құрайды. Бастапқыда басында айтып кеткендей нулевая. Сонымен бұл ерекшеленеді. Бұл X биржа негізі фьючерсте сауда жасайтын, сделка ашып жабатын адамдарға бұл тиімді биржа, соларға ұсынамын. Ал на халяву келген адамдарға бұл жақта өкінішке орай ақша жоқ. Сонымен сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап бердім деп ойлаймын. Бұл жақта тегіннен тегін сізге ақша ешкім бермейді, бірақ та